Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге менімен бірге осындай балалық шағымызда сүйсініп жейтін коржикті жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Коржигіміз өте дәмді, жұмсақ, іші толықтай піскен осындай керемет коржик болып шығады. Ал олай болса жасайық. Айран қолдың айраны болу керек. Пісте май және бір жұмыртқаны жарып саламыз. Араластырып аламыз. Разрыхлитель, ванилин, және сода, барлығын араластырып, қантымызды саламыз. Осыларды жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз толықтай. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырып 5 минуттай қойып қоямыз. 5 минуттай уақыт өткесін біздің жаңағы массамыз осындай содадан реакцияға осындай түседі. Енді қамырымызды салып, қамырымызды елей берсек болады. Коржиктің қамыры дайын болды. Сіздердің қолдарыңызға жабысып жатса, оған ұн қоса берудің қажеті жоқ. Өйткені қамырымыз қатты болып қалса, коржигіміз де қатты болып қалады. Сол үшін жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай дайын қамырды бірден ұн себілген үстелдің үстіне жайғастырып алып, сосын жайып шығамыз. Қатты жұға қылмай, қалыңдығын 1 сантиметрдей алып жайып шығамыз. Жайып болғасын кез келген формамен коржиктарымызды кесіп аламыз. Сіздерде арнайы форма болса, сонымен кессеңіздер болады. Міне қалыңдығы осындай болады. Енді осыларды арнайы формамызға жайғастырып шығамыз. Осылай формамызға жайғастырып алып, бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Сосын вилкамен өзіміз қалағанша өйстіп, әсемдеп 180 градус пешке салып пісіріп аламыз. Осымен біздің оңай әрі қарапайым дәмді коржиктарымыз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.